Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге жұмыртқа және жұмыртқаның қабығының пайдасы туралы айтып кететін боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Біз әйелдер, яғни қыздар қауымы, өзімізге 25 жастан кейін күтім жасауды бастауымыз керек. Яғни бұл жас ерекшелігіне қарай тері де босап салбырай бастайды. Сондықтан жастық қалпыңызды сақтап қалу үшін жұмыртқа және жұмыртқаның қабығының орасан зор көмегі бар екенін біріміз білсек, біріміз білмейміз. Жұмыртқаның ағы теріні тазалап тартып тұратын болса, сарысында терінің сыртқы қабатын тереңнен тазалап жұмсартып тұратын лицилин көп мөлшерде кездеседі. Сондай-ақ жұмыртқаның құрамында А, Д, В дәрумендері терінің жас қалпын сақтауға септігін тигізеді. Сондықтан да жұмыртқа маскасын кез келген жастағы қыз-келіншектің жасауына болады. Олай болса, жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп алыңыз. Ағын аздап араластырып, бетіңізге жағыңыз. Сыртынан қағаз салфеткамен қажетті мөлшерде кесіп алып жапсырыңыз. Содан кейін бетіңізге жабысып тұрған қағаздың сыртынан бір рет жұмыртқаның ағын жағу керек. Оны тым көп жақпағаныңыз дұрыс. Жұмыртқаны жақсылап кепкен соң 20-30 минуттан кейін масканы, яғни төменнен екі жағыңыздан бастап жоғары қарай еппен алып отырсаңыз болады. Масканы алып жатқанда аздап ауру сезінуі мүмкін. Дегенмен жұмыртқаның нәтижесін көргенде ол туралы ұмытып кетесіз. Масканы алғаннан кейін бағана бөліп алған жұмыртқаның сарысын араластырып бетіңізге жағыңыз. Ал оны күші әлде қайда арттыру үшін оған бірнеше зәйтүн майын немесе кокос майын қоса аласыз. 10 минуттан кейін бетіңіздегі жұмыртқаның сарысын жылы сумен жуып тастасаңыз болады. Егер бет терісі құрғақ болса, дереу ылғалдандырғыш крем жақсаңыз болады. Енді жұмыртқаның қабығын жақсылап тазартып алыңыз. Оны әбден кептіріп күткеніңіз дұрыс. Әбден кепкеннен кейін блендермен немесе бинтпен балғамен ұрғалай отырып, ұн сияқты болып қалғаннан кейін барып маска ретінде жағуға болады. Өйткені ол бет теріңізді зақым келтіріп алмас үшін керек. Содан кейін бетіңізге ақуызды жуып тастайсыз. Бетіңіз құрғағанша маска дайындап алатын уақыт бар. Ол үшін бір ас қасық айранға немесе йогуртқа бір шай қасық ұнтақталған жұмыртқаның қабығын салып араластырып алыңыз. Соңынан бетіңізге масканы щеткамен жағып шығыңыз. Қолмен жауға болмайды және уқалауға болмайды. Жай ғана масканы жағып шығасыз да 15 минуттай күтесіз. Содан кейін бетіңізді жуып тастауға